Елімізде Супербол жобасының екінші маусымы басталды. Бұл жоба елімізде екінші рет ұйымдастырылып отыр. Алғашқы іріктеу Ақтаудан басталып, тағы 13 өңірді қамтиды. Кастингке 16-дан 23 жасқа дейін қыз-жігіттер қатыса алады. Өңірімізден жобаға қатысуға 800-ден астам спортшы өтінім берген. Осы шараны ұйымдастыруның басы-қасында жүрген Лория мырзаға, Насима ханымға, өздерінің ұжыммен мына тұрған скаут деген топқа ризашылығымды білдіре отырып, киелі Маңғыстауға қош келдіңіздер деп айтамын. Мына шараға қатысам деп келген ниеттерің үшін рахмет біріншіден. Қазақ айтады, күш атасын танымайды деп. Яғни кім күшті сол жеңілсін, әділ болсын, тартыс. Дарынды, талантты кәсіби футболшы болам деп жүрген, осындай арманы бар, аңсап жүрген балаларды өстіп іріктеп, кастинг өткізіп, мен деген ең мықтыларын таңдап, ақтық финалға шақыратын боламыз. Осы бүгін Ақтау қаласынан бастап отырмыз. Екінші маусымды өткен жыл айта кетейін, Ақтауда болдық. Өте жақсы кастинг болды. Дисциплина жағынан ең мықты кастинг болды деп айтуға болады. Өйткені ақтаулықтар өздерін, өз қаласын, өз жерін сүйетін жігіттер ретінде көрсетіп, танытып, ешқандай қоқыс қалдырмай өздерінен кейін өте жақсы көрсеткен болатын. Жас таланттардың қарым-қабілетін отандық және шетелден келген танымал футбол мамандары бақылады. Қатысушылар тасада қалмай көзге көріну үшін бар шеберлігін салды. Солардың қатарында 19 жастағы Руслан Хасенов та бар. Былтырда да бұл жобаға қатысып, үздік финалистердің қатарынан көрінген еді. Алайда жарақатына байланысты жобаны ерте аяқтаған. Қуандым көрген кезде. Сосын қатысам деп шешім қабылдадым сразу. Мықтылар бар, бірақ біздің бірінші потокта болған жоқ деп ойлаймын. Школа жоқ балдар болды. Былай дворовый футбол ойнап жүрген балдар. Школамен ойнаған балдармен поприятнее негізі. Түсінікті да. Бұйырса финалға қайтып өткім келіп тұр, оралып, мысалы. До конца бітіріп проектті. Алдыңғы жыл бітіре алмаған затым бар, сол бітіріп тастағым келеді. Супербол 27 күнге созылады. Бұл жоба болашақта футболдан әлемдік жұлдыз жасауға мүмкіндік береді дейді ұйымдастырушылар. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.